Жапония, біз үлгі тұтақ 45 жылдан кейін МакАртур сол Жапонияның билеушісі болды 10 жыл. Сингапурда мына Ли Куан Ю 20-30 жылдай бұлай бәрін ұстап, өзі премьер-министр болып, биліктің ең шоғырлану кезі болды. Қазір ақырындап олар өзгертіп отыр. Біз үлгі тұтқан Сингапур, Малайзия, Махатхир бірінші 60-70 жылдары билікке келгенде ол қатты ұстады бәрін. Неге десеңіз, тез, өте оңай емес қиын шешімдерді қабылдауда біреу жауапкершілік алу керек. 95 жылы ондай адам кім болды? Біздің елбасымыз болды. Ортаға шықты айтты: отандастар, мына жауапкершілік менің мойындаймын. Менің мойнымда болсын, былай моделмен, бірақ қазір бізге шешім керек. Дұрыс болады ма, дұрыс болмайды ма, мен жауаптымын. Дұрыс болса, мені мақтайсыздар, дұрыс болмаса, мені сынайсыздар, бірақ мен ондай адам шықты, ол елбасымыз. Қазіргі таңда біз көріп жатқанымыз не? Сол кезде оның сондай қаһармандығы деп айтуға болады. Өте қиын болды жауапкершілік қабылдау. Бүкіл елдің тағдырын өзінің мойнына алу деген өте үлкен жауапкершілік. Бірақ оның қаһармандығы, батылдығы қазіргі таңда көріп отырмыз. 20 жылдың ішінде біз экономикалық тұрғыдан, саяси тұрғыдан мықты, енді қатардағы емес бір елге айналдық осы аймағымызда, Орта Азияда.